Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен пирог с творогом дайындаймыз. Оған бізге ұн, қант, разрыхлитель, май және щепотка соли қаны қажет. Ең алдымен бөлме температурасында жылып тұрған майымызды осылай ұсақ бөліктерге бөліп, ұнымызға қосып, барлық ингредиенттерді қоса отырып, жақсылап тестамызды илейміз. Барлық ингредиенттердің мөлшері описаниеда жазылған. Осылай қолмен жақсылап илеп отырып, жұмсақ тесто жасайсыздар. Тестамызға артық ұн ештеңе қоспайсыздар. Енді тестамызды холодильникке шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Оған ең басты ингредиент творог, қант, бір жұмыртқа және сметана ғана қажет. Барлық ингредиенттерді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осы видеодағындай бізде масса шығу қажет. Енді формочкамызды жақсылап сары маймен майлаймыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Кез келген формаға салып жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде тек қана айырмашылық пирогтың, яғни биіктігінде ғана болады. Осылай тестамызды екіге бөліп аламыз. Біреуінің астына осылай қолмен жақсылап жайып шығасыздар. Жайып шыққан соң енді үстіне начинкамызды құямыз. Енді тестамыздың екінші бөлігін осы начинканың үстіне осылай видеодағындай бөліп бетіне қойып шығасыздар. Енді 200 градуста қызып тұрған пешке беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Беті осындай болып қызарып пісуі қажет, шамамен 25 минут. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пісу уақыты да әртүрлі болады. Біздің пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Біздің видеолар ұнаған болса, бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.